Жәнібек батыр және Абақ елі. Асқар Татанайұлы. Жәнібек қол басқаруда аруақты батыр, ел басқаруда әділ болып, Абылай ханның санаттарының қатарына қосылғаннан кейін, жалпы Керей еліне, оның ішінде өзі шыққан Абақ Керейге иелік етіп, басқа өскен рулардың алмандас етіп пайдалануынан елді қорғап, Шыңғыстауына ірге теуіп, Абақ елінің басын қосып, сардарын сайлап, сарбаздарын сығайлап, ұру бойынша қолбас батырларын іріктеп, Абақ елінің қосынын құрады. Сөйтіп Найманның Қаракерей Қабанбай батыры, Арғынның Қанжығалы Бөгенбай батыры, Уақтың Өтеген батыры, Шектінің Шыңғыры мен Малайсары қатарлы батырымен тізе қосып, бүкіл қазақ халқын қорғауға, ұйымдастыруға бар өмірін арнады. Ол кезде Жәнібек батырдың сенімді серігі Жәдік Жәнтай батыр мен Черуші Байтайлақ батыр екен. Бұл батырлардың Жәдік пен Черуші руының ұраны болып кетуі де ел басын біріктіріп, жағаласып жау алғанынан болған. Абақ Керейдің 12 Абақ болып, бүкіл 300-дің баласына танылып, есеттеңдік алуы да дәл осы Жәнібектің тұсы еді. Сондықтан Жәнібек батырдың есімі бүкіл Абақ Керейдің ұранына айналады да, 12 Абақ өз алдына бөлек ұрандар тұтынады. Олар еліне олжа салған батырларын, есесін әперген шешендерін, әйгілі ақын жырауларын, ел иесі адамдарын ұран етеді. Бұл жағында тарихтан келе жатқан белгілі адамдар мыналар. Бірінші Жәдіктің ұраны Жәнтай. Бұл ру, Мәлік, Жәнат, Итеңмен дейтін 3 атадан тарайды да, Абақтың өскен руының бірі саналады. Абақ елі 4 би сайлағанда Дөненбай ұлы Бейсенбі би, Жәнтелі ұлы Құлбек би осы рудан шығып Керейді билеген. Мұның сыртында тарихта аты бар атақты батырлардан Жәнтай, Қуандық, Далаймерген, Шегетай сияқтылар және атақты Бейсенбі күйші, ақын Күдері, Шешен Бықыш жырау, Өмірұзақ, Шежіре Қылышбай осы Жәдіктен шыққан. Екінші Жәнтекейдің ұраны. Жәнтекейдің ұраны арыда Сәменбет, беріде Шақабай. Бұл ұру Сүйінбай, Сүйіндік, Сүйінчалы дейтін 3 атадан тарайды. Абақ руларының ішіндегі ең көбі саналады. Жәнтекейдің бұқа қарағаны бір үйлік деген мақал осы көптігіне қаратылған. Бұл рудан Мәмітұлы Көкен би, Сатайұлы Топан би, Абақ Керей 4 би сайлағанда билік басына шығып Керейді басқарған. Тарихқа белгілі Шау жырау, Төлебай Бөжекұлы, Көтбай Көшкіншіұлы, Зиян Мәмиұлы. Зиян Мәмиұлы қатарлы ақындар, Сыбызғышы Балжан, домбырашы Шалап қатарлы күйшілер, Лақ, Барлыбай, Сары, Чұлғаубай қатарлы шешендер, Байғозы, Ізғұты, Жарқынбай, Иман, Ақан, Көбеш, Тергенбай қатарлы батыр балуандар болған. Үшінші Қарақастың ұраны Қаптағай. Бұл ру Қосым Назар, Байым дейтін 3 атадан тараған. Тарихта даңқы бар Байған, Бітімші қатарлы билер, Арқалық, Тұяқ қатарлы батырлары болған. 4-ші Молқының ұраны Машан. Бұл ру Машан, Қошан, Құл, Қайып дейтін 4 атадан тараған. Тарихта даңқы бар Сәмет би, Жәнторы би, Бөке батыр, Ақыт Өлімжолы қатарлы ақындар болған. 5-ші Ителінің ұраны Бұқарбай. Бұл ру Тоттығұл, Ақбақты, Шинбек дейтін 3 атадан тараған. Зұлқа қажы, Тұрым қатарлы батырлар, Отарбай Бәтіш, Қомша қызы, Рамазан Шварақын қатарлы ақындар болған. 6-ші Меркіттің ұраны Құлсары. Меркіттің ұраны Құлсары Алманбет. Бұл ұру Алманбет, Құлсары, Лепес, Шағыр дейтін 4 атадан таралады. Тарихта орны бар Жәке би, Сартжан би, Дәмежан батыр, ағартушы Баймолла, Әреке ұлы қатарлы кісілер осы атадан шыққан. 7-ші Шварайғырдың ұраны Қожанберген. Бұл ұру Қабыл, Мұрат, Байбура, Кәлпе, Балта дейтін 5 атадан таралады. Тарихта орны бар Өсір, Тоқыра, Чешен, Дабы би осы рудан шыққан. 8-ші Сарбастың ұраны Сартоқай. Бұл ұру Шотқара, Тайманқұл, Құласай, Шұғыл дейтін 4 атадан таралады. Көпшілігі Қазақстанның Зайсан-Гөлі төңірегінде. 9-ші Жастабанның ұраны Жобалай. Бұл ұру Байназар, Қосай дейтін 2 атадан таралады. Байназардан Шақантай, Құдайберді, Қожагелді, Құсайдан Рысбек, Құтке, Түбіке туындайды. Бұлардың көбі Қазақстанның Зайсан төңірегінде. Бұл ғасырдың алды артында Ақбай болыс басқаруындағы бір бөліс ел Шинжанға өтіп, Алтай Тарбағатай төңірегіне бытырай қоныстанған.
10-нчы Көнсадақтың ұраны Жабай. Бұл ұру Байгөбек, Қожаберген, Атақозы, Жеулен дейтін 4 атадан тарайды. Көпшілігі Зайсанды. Шинжанға келгендері Бытырай қоныстанған Ахмет Молла деген атақты ақын осы атадан туған. 11-нчы Құлтай Болаттың жеке ұраны болмаған. Себебі 4 бидің біреуі Жұртбай бидің кезінде осы бай елді Базарқұлмен алмандас етіп алып, Жәнтекейдің бір баласы деп сіңіріп кеткен. Оның орнына 12 абақтың бірі деп Чимойынды атаған. Әсілі Чимойын Ашамайлы керейден абақ ішіне сіңген ауыл болатын. Құлтай Болат ұруынан кезінде Бейқадам деген атақты би шыққан. 12-ші. Бұдан сырт, абақ керей ішінде мекендеген Жарболды ұруынан Торайғыр би, Саутай ақын шыққан. Бура ұруынан бір күрда ел болған. Арғын уақыттан бұтыранды қоныстанғандар көп. Керей төресі Көкөдай, Сәмен, Жабағы, Төлеңгіті деп қожалары қосылып, бір күрда ел болған. Қаба ауданындағы Әділ төре, Санияз төре ұрпақтары мен төре матайлары бір күрда ел болып қалыптасқан. Осы елден Алтай халқының іргесін орнықтыруға еселі үлес қосқан Өзеке батыр, Жақша Қожамдар шыққан. Жоғарыда айтылған ұрулар Алтай, Тарбағатай, Еренқабырға, Құмыл, Баркөлгедей мекенденгеннен сырт, Совет одағының Қазақстан Республикасында да жасайды. Монғолияда Черуші, Жәнтекей және басқа керейлерден болып, 4 күрде ел қоныстанып қалған. Көпшілігі Байнілгей аймағында. Кейінгі кезде қоныс аударғандардың бір қауымы Gansu өлкесінің Ақсай қазақ автономиялы ауданында тұрады. Осы қоныс аударғандардың бір бөлігі Түркияға барып қоныстанған. Жәнібек бастаған абақ елінің Шыңғыстауынан көшуі. Жәнібек батырдың Алтай, Тарбағатай, Еренқабырға, Құмыл қатарлы кіндік кесік бір туған байырғы мекеніне елінің керегесін қайта жайып, күлін төгу өз өміріндегі аса ұлы ізгі арман еді. Бұл тек Жәнібектің ғана емес, хан Абылайдың, Қабанбай, Бөгенбай бастаған қазақ қолбасылардың бүкіл қазақ халқының ортақ тілегі болатын. Ол тұста абақ елі Шыңғыстауы, Көксала, Бақанас деген жерлерді мекендеп, арғын ұруларымен қанаттас отырады. Өсіп келе жатқан ұрулардың жерге қонысқа тарасуынан шыққан ішкі бақастық керей елінің шығысқа қарай көшуіне себеп болады. Жәнібек батыр абақ елін бастап қоныс аударып кетуге талпына бастаған кезінде қанаттас отырған ұрулармен сөз сайысына түседі. Күлтелі күрең тұрғанда тұлпарыңа жалынбаймын. Ер азаматым тұрғанда көптігіңе бағынбаймын. Атаным сай, атым сай, балтам сайда тезем сай. Ұлы ертістен көпір салсам да өтем, кеудемнен жәрім шықпаса, елерге жерге жетем дейді. Батырдың бұл сөзіне өкпе назы да, көкейтесті арманы да жатыр еді. Сол кезде қартайып қалған нағашысы Қазыбек биге де Жәнібек өкпелі екен. Жәнібек батыр елін бастап көшетін болғанда жасынан қолында өскен, жәніндей жақсы көретін жиенін қимай, жиен назары қиын деуші еді. Үйімнен дәм таттырып батамды беріп жіберейін деп ойлаған Қазыбек би шақырушыларына: Жәнібектің мінезі қатты, мен шақырады демеңдер. Нағашыңның үйінде дәм тұз шақырады деңдер деп ұқтырады. Bir оралса сол да оралар, егер асты сыйламаса жолы да бола қоймас дейді. Жәнібекке барған шақырушылар бұл сөзді бұлжытпай жеткізеді. Жәнібек батыр сонда: нағашым болса қайтайын, қарамай-ақ кетейін деп едім. Дәм тұз депті ғой, бармасам жолым болмас деп жолдас жораларымен аттанып, нағашысының ауылына келгенде Қазыбек би алтын тонын жамылып есік алдында күтіп тұр екен. Жәнібек нағашысымен амандасып үйге кірерде: кірейін, күлдіреуіш қисық болса да түтіне дүзі ұшып тұр екен деп, нағашысын құрметтеп үйге кіргізіп, соңынан өзі кіреді. Батырдың келгеніне разы болған қарт би жайланып отырып: жауға жарақты қолмен шығушы едің, бүкіл қазақ болып тілеуіңді тілеп тұрғанда жаудан жасқанып көрген жоқ еді. Енді ел басқарып, би болып, ел көшіріп, ер болып, ел шетіне шығып барасың, жұрт көңілін қалдырма, дұшпаныңның ойын асырма дейді. Сонда Жәнібек нағашысының ақылына ризалық білдіріп жауап қайырады: тілге келсе 55-те болып тілдесуге шыдаймын, дауға келсе 45-те болып белдесуге шыдаймын, жауға келсе 25-те болып жауласуға шыдаймын деп нағашысын сүйіндіреді. Тәуекелге белін буып, бетін суыққа бұрып тұрған жиеніне би тағы былай дейді: жерге таласып іргелі мұңғылмен қандаспа, ел ішінде қоныс таңдаспа. Әділдікті ойласаң, халқың қадір тұтады. Нағашысының ақылына сөзін алдыға ұстай сөйлеген батыр, сыйласқанға бөз беріп, шындасқанға сөз беріп, қоңырауды найза қолға алып, қоңыр салқын түс алып, еселі істі терісіп, есесі кетсе берісіп келген өзіңізден қалған ата салтымыз ғой нағашы дейді.
Sonымен Қазыбек би үшін ықыласын беріп, Ақжол төлеп аттандырады. Жәнібек батыр елін бастап, Қалба тауына жетіп тұрақтайды. Алтай, Тарбағатай, Ерен қабырға секілді байырғы мекеніне өту үшін алда көп кедергі жатады. Алтайды еліп алған жеті тайпа Ұраңқай мен Дүрбіттердің Тарбағатай аумағына жаңадан келіп орын тебе бастаған торғауыттарының күші өте мығым еді. Ел Қалба тауын бірнеше жыл мекендейді. Бұл кезде Жәнібек батыр Өр-Алтай, Тарбағатай және Ерен қабырға тауларына дейін барып, ондағы халықтармен бітімге келіп, тыныштық орнатады. Қалбада мекендеп тұрған кезде Жәнібек батыр Алтайдың Ақтау төңірегіндегі бір асуынан жол салып асып, бергі бетін шолып қайтады. Кейін осы маңайды Найманның Қаратай рулары мекендегендіктен ол Қаратай жайлауы деп аталады да, әлгі асу Жәнібек батыр асуы делінеді. Қазақ халқы батырды айрықша қастерлеп, ақырғы Жәнібек атасқан. Бұдан бұлай мұндай жүректі аруақты адам болмайды деп санасқан. Сондықтан халық Жәнібек батырдың туын берге дейін сақтап, жаугершілікте көтеріп шығып отырған. Шымырырақ торғыннан жасалған бұл ту қазақ батырларының ең соңғы туы еді. Жәнібек батыр 1792 жылы 80-нің үстіне шығып қайтыс болады. Қайтыс болған хабары 3 жылға дейін құпия сақталады. Мұндағы мақсат анталаған жаудың батыр қазасынан пайдаланып, шапқыншылық жасауынан сақтану еді. 3 жылдан кейін 300 баласына сауын айтып, ас беріліп, зираты тұрғызылады. Жәнібек батырдың бейіті Қалба тауының Жаламан Қызыл су Шар деген жерінде. Қайың сауған жұт жылы. Абақкерейдің ең өскен руы Жәнтекей еді. Мұны 3 Жәнтекей деп атайды. Сол 3-тің бірі Сүйінбай жақша көккөз сары кісі болғандықтан оны жұрт орыс деп атаған. Сүйінбай 5 балалы болған. Олар Самұрат, Сәменбет, Құты, Бөкөс, Төлекө, Шежірешілер осы 5 баладан өскен ұрпақты 5 орыс деп атаған. Сүйінбай аса дәулетті болғандықтан қалың ел күзеуліктен көшкенде кіршомдап көше алмай, жортуылшылар жалғыз ауыл Сүйінбайды басып қалады. Сүйінбай ордасының ішінде жаумен жалғыз шайқасады, Садақтың жебесін жалғыз ысқыртып, жау жалам шайқаста өзіне серік бола алмаған ұлдарына бұлай деп баға береді. Самыратым жоқ болды, Сәменбетім құт болды. Құты Бөкөс жас болды, Төлекө сені қайтейін. Сүйінбай қан төгіп, жан беріп, жортуылшыларға ордасын бастырмай тұрғанда қол бастап келген Самырат сырттан тиіп, жауды айдап салып, ордасын құтқарып алады. Сүйінбайдың 2 баласы Сәменбет салауатты, дәулетті және батыр болған. 3 әйел алған кісі. Үлкен әйелі Сұқсырдан Есентай, Атантай. Ортаншы әйелі Тасбикеден Ақша, Бөрті, Елбай, Жаман, Қаржау, Сары. Кіші әйелі Баданнан Бәйімбет, Есағасы, Қазыбек туады. Осы 11 ұлдың барлығы ел болып өскен, мұны халық Сәменбет деп атайды. Осы 3 әйелдің ішінде ортаншы бәйбішесі Тасбике білімді, ел жұртына жағымды болып, ел билеп аты шыққандықтан кейінгі ұрпақтар жеке-жеке аталмай, анасының атымен 6 Тасбике аталып кеткен. Сәменбет бай ұрпақты болғандықтан халық сары өкі дарыған Сәменбет деп оны бұлайша аңыз етеді. Сәменбет байдың 3-ші бәйбішесі Баданана ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде сары өкі шаңырағына ұялап, қос балапан омырауын еміп жатқанын көріп оянады. Түсінде көрген аянын Баданана Сәменбеттің достар ақылгөй адамдарына жорытады. Олар бұл түсті жақсылыққа жорып, 2 ұл көреді екенсің дейді. Осыдан кейін Баданана 2 ұл сүйеді. Үлкенінің аты Бәйімбет, кішісінің аты Қазыбек. Осы 2 баладан өнген ұрпағы өздерін Есағасы Қазыбекпіз деп атап, күні бүгінге дейін өкіні қастерлеп өлтірмейді. Қолында дәулеті бар, бардам адамдар өкі ұстаған адамды көрсе, не тілегенін беріп, өкіні босаттырып қоя береді. Бақсылар, халық емшілер, сары өкі қолдай көр, Сәменбетке дарыған деп санайды. Сол Сәменбеттің 11 ұлының бірі Бәйімбет құт қонған, асқан, бай, білімді, ойшыл, есепші би екен. Талай қиын қыстау жағдайда тар жол тайға кешуде еліне, ес халқына қамқор болып, ел қамын, мал қамын жеп жүретін Бәйімбет жаз басынан ақ өз төңірегіндегі жақын туыс дос-жарандарына биыл жауын жаумайды, жер құйқасы көктемеді, ағаш бұтағы мойнын аршып бүрлемеді, бастау көзі суалып, күнгейдің бұта бүргені қурап, өгіз қурай солып кетті. Қарға балапанын қауырсынын аштырмай шырды. Жұт болатын түрі бар деп күн бірін ескерсе, өзі күні түні ұйқы көрмейді. Кешке
Кешке тау басына тұрып батар күнді бақыласа, таң сәріде тағы да сол орында тұрып, күндіз шығармай үйіне кірмейді. Көктемде алуан тұсты торғайлардың бұл өңірден ерте кетуінен ақ шөп балдыр тартпас, гүл шешек жармас деп сезіктенеді. Сырналардың балапанын ерте баулып, күні түні тұраулаған мұңлы даусынан да күдік алып отырады. Ауылын күзеулікке ерте қонғызған Байымбет бір жылы күзде ерекше бір сапарға дайындалады. Қосын бір түйеге арттырып, 5-6 мықты жолдас ертіп, інісі Қазыбектің батырұлы Ақан мен өз баласы Кенжалыны қасына алып, аң аулауға барамын деп жүріп кетеді. Жаз бойы жыл ауқымын байқап келе жатқан қарт, күз бойы да дамыл таппай, ауық-ауық жол тартып, бұл өңірдің құстары ғана емес, аңдары да ауып бара жатқанын байқайды. Әлгі сапары сол қоңыр аңдардың ауған бетін білу сапар екен. Енге шығып кеткен қарт жолдастарына былай дейді: сендер не білдіңдер? Жыртылып айырылатын қоңыр аң қайда кеткен? Жазғытұрым қырылып қалды ма? Жолдастары әртүрлі меже айтады, бірақ қарттың көңілі дауаламайды. Сендердің айтқандарың бекер болады. Әлі де шығысқа қарай жүріп көрейік, деп жолдастарын бастап жүріп кетеді. Ілгерілеген сайын шұбырынды іздер қоюлап, аң арасында көріне бастайды. Алла бұйырса, ертең қоңыр аңға араласып қалармыз. Тоқтап жайылып, еркімен жусап, онан соң жосып кетіп барады. Мынау бастау кеше солардың түнеп шыққан жері деп бір уыс жас құмалақты нұсқайды қарт. Таңертеңінде ізге түсе жүріп кеткен олар түске жетпей тағы бір қолаттан өтіп, сортаң шалшық суға кезігеді. Міне көрдіңдер ме? Қоңыр аң ауып барады. Бұл жануарлар біліп ауып барады. Биыл біздің мекенімізде ойылған жұт болады. Бұл жануарлар жұт жүрмейтін жер іздеп ауып бара жатқан болар, деп қарт сөзін тағы жалғастырады. Қоңыр аң біздің жолдасымыз, тіпті жол бастаушымыз. Біз соларға ілесіп, солардың барған жеріне тиянақтаймыз. Барлығыңа айтарым, жолдастыққа қас қылмаңдар, атпаңдар, үркітпеңдер. Аң да болса серігіміз ғой, бізден көңіл қалмасын. Бізден алаңдаса, көңіліне алған жеріне жете алмас. Олар көңіліне алған жеріне жете алмаса, біз де жұт жүрмейтін жерде таба алмаспыз. Осы тілсіз дос, қасиетті жол бастаушымыздың адал серігі, айнымас қорғаушысы бола білейік. Осылар қонған жерге қоныс қонып, осылар ішкен бұлақтан су ішейік деді. Ақан батыр бастаған жолдастар қарияның айтқан сөзінен шықпайды. Олар арада бірнеше күн жүріп, қар жамылған Ақбастаудың теріскей жазығынан өтіп, үлкен Көкшіл таудың баурайындағы алқабы кең, ашылы шилі өңірге келіп тұрақтайды. Байымбет қосын тіккен осы өңір Мұзтау мен Көксүннің арасындағы аласа адырлы бетегелі, ақшөпті аяғы айдын көлге тірелген кең байтақ өңір екен. Осы араға келгеннен кейін қоңыр аң қуса да кетпейді. Тіпті бұлардың ат көлігімен араласа, қосынның іргесіне баса жайлады. Байымбет қарт қоңыр аң тоқтаған осы жерге келгеннен соң таң ата кетіп, кейде ара қонып, бас аяғын шолып өте көңілді жүреді. Бір күні көлбеп келіп қалған шуақты күнге қарай отырып, серіктеріне мынаны айтады: іздеген жерге жеттік. Осы қоңыр аң алдағы қыс ызғарын сезіп, жұттан қашты. Жұт жүрмейтін жер іздеді, және сол жерін енді тапты. Таңдаса таңдағандай ақ жер ғой мынау. Бас аяғы оңымен терісі күншілік қана. Ат сауырындай осы жерге күшті боран жүрмейді дейді. Мұны қайдан білесіз дейді жолдастар таңданып. Сайда өскен шөптен білдім. Биыл осы жерге жеткен ұзын аяқты мал жұттан аман қалады. Басқа жерде мен білмедім дейді. Онан соң жанындағы Ақан батырға қарап: Мен сені мен Кенжалыны әтейге алып шықтым. Енді амандық болса, елге барған соң біткен жылқыны осы жерге әкеп саласыңдар. Бұл жердің байырғы иесі де біз едік, қазіргі иесі де біз боламыз. Арғы бабаларымыздың сауыр деп атаған жері осы. Бірнеше ғасырды өткізіп айналған ұрпақ біз екенбіз. Осы күл төккеніміз төккен болсын дейді де, алыстан айдындатып көрінген Алтайдың Ақбас шыңынан көз тігеді. Байымбет қарттың айтқаны екі болмайды. Болжамы да дәл келеді. Байымбеттің болжамына ілтипат еткен бар керей жылқысын алып, осы жылы сауырдың жонын алғаш рет қыстаған екен. Қобыққа келіп, енді ғана ірге теуіп қоныстана бастаған торғауыттың кегені қыс ортасында кісі жіберіп жөн сұрайды. Ақан бастаған батырлар: жау емес біз, елміз. Жерімізде жұт жүрген соң мал оторлатып жүрміз деп жауап береді. Шыңғыс шапқыншылығынан кейін Алтай алқабын қайта мекенденудің алғашқы бастамасы осы болады. Осы жылдың жазында көк шықпай, туған малдан сүт шықпай, қайың сауған аттанған
атышулы жұт болады. Жылқысын отарға айдатқан Байымбет жұтап қалғандарға отардағы жылқыдан 500 бие айдатып аш-арыққа үлестіртеді. Олар көктеп келе жатқан қайыңды қия шауып, аққан суын бие сүтіне қосып, өлжәлетіп аман қалады. Осыдан соң ел Сауыр тауына көшіп келіп мекендей бастайды да, бұрын күл төккен жерлерін өз аттарымен атап, төңкерілген тарихты қайта төңкереді. Мысалы, Шалшыққа Есеғасының бір баласының аты Ақмырза Шілігі, Шәншеке Сай дегендердегі Ақмырза Шәншеке екі баласының аты, ал Қаржау 11 Сәмембеттің бір баласының аты. Бұл жер аттары бұрын осы жерге келгендердің куәсіндей күні бүгінге дейін сақталып келеді. Байымбеттің қайың соған жұт-жұлық халықты қорғаған табындылығына және басқа халыққа ес болғанына, ортаншы анасы Тасбикенің естің ағасы деп айтқанына байланысты Байымбет Есеғасы болып аталып кеткен екен.